Баршаңызға қайырлы күн. Қарағанды қаласының Мағжан Жұмабаев атындағы гимназиясының 10-шы сынып оқушылары Сағат Айғаным сіздерге менің кәсібім, менің бизнесім атты жобасын ұсынамыз. Жетекшіміз Мөлдір Жақсыбаевтың. Бұл жобаның мақсаты қыздардың кірпіктерін табиғи түрде өсіру. Сұлулық арқылы қыздардың бойына өздеріне деген сенімділікті арттыру, өздерінің әсемділікке баулу, және де қаржылық тәуелсіздігін орнату, жаңа кәсіп ашу арқылы табыс табудың қыр-сырын үйрену, кәсіби біліктілігін арттыру. Маркетинг. Тұтынушы саны үлкейген жағдайда, тауарларды сапалы тауарлар алған жағдайда мен бұл жұмыстың құнын өсіремін. Әр жұмыс сапалы жұмыс, өзін-өзі ақтауы тиіс. Мен бұл бизнесімді 3 түрлі жолмен өркендеткім келеді. Бұл интернет желілері арқылы, таныстар арқылы және жеке жұмыс орнын ашу арқылы. Интернет желілері дегенде Instagram, TikTok парақшаларында қазіргі таңда көптеген адамдар өз кәсіптерін дамытып жатыр. TikTokта, Instagramда жеке парақша ашып, өз жұмыстарымды сағылу арқылы жарнамалаймын. Қазіргі таңда көпшілік өз кәсібін осы тәсіл бойынша өркендетіп жатқанда мен де неге қалып қоймау керек. Таныстар арқылы, өзімнің таныстарым арқылы тұтынушылардың санын өсіру, түрлі сыйлықтар беріп, келесі жолы келгенде сіздерге түрлі скидкалар жасап, жеңілдіктер жасап, өзіме қарай тартамын. Жұмысыма қалдырған пікірлердің адамдардың қызығушылығын арттыру арқылы, және де үшіншісі жеке жұмыс орнын ашу арқылы. Осы кәсібіме жеке жұмыс орнын ашу арқылы дамытамын. Менің мамандығым графикалық дизайн болғандықтан визитка, түрлі жарнамалар, видеолар жасау арқылы өзімнің осы бизнесімді дамыту оңайға соғады. Маркетинг. Когда количество клиентов вырастает, покупаю качественные товары, и также цена очень эффективный метод, потому что в данное время, в настоящее время многие люди, подростки, работа возвышается. Не только цена работы и качество работы возвышается. Качество работы должно быть оправдано. Начиная с 2000 тенге мы можем закончить до 50 или даже 15 тысяч тенге. Через сети интернета рекламируем свою работу, открывая страницы в Instagram и TikTok. Это очень эффективный метод, потому что в настоящее время многие подростки, взрослые используют соцсети и также развивают свой бизнес через интернет. Также через знакомство. Увеличение количества клиентов через моих знакомых. Я буду привлекать их в свою сторону, когда они будут приходить ко мне. В следующий раз я буду им предлагать всякие скидки и подарки. Любопытство людей подогревается комментариями, которые они оставляют мне. Открыв личное рабочее место, открыв для работы, для этой работы частное рабочее место, поскольку моя специальность графический дизайн, продвигать мою работу я буду через визитки и рекламу, и через рекламу будет лучше. Жоба стратегиясы. Біздің бұл іспен айналысып жүргенімізге жарты жылдан асты. Біз осы саланың шебері, жақсы маманның қолынан сабақ алғанбыз. Ендігі мақсатымыз осы істі әрі қарай дамытып, әр қызға тартымды кірпік сыйлағымыз келеді. Қазіргі таңда барлық құралдармен жабдықталғанбыз. Жұмыстың жоғарғы деңгейге шығу үшін өте сапалы өнімдерді ғана қолданамыз. Енді кірпікті ламинациялаудағы қауіп-қатерлер. Ең біріншісі бұл кірпік тушпен бояулы, көз бояулы. Кірпікті ламинациялау алдында оны таза екенін алдын ала көже түскізу керек. Егер кірпік боялған болса, оның қайырылуына мүмкіндік өте аз. Және де оның осы кірпікті қайыру уақытындағы құралдарға аллергия туындауы өте мүмкін. Уақыттың сақталуы бұл процесте уақыт өте маңызды рөл атқарады. Егер көзге шалынған құралдар белгілі бір уақытта асып кетсе, кірпік күйіп кетуі мүмкін. Себебі бұл құралдарда химиялық заттар жасалған. Бұл жұмыс өте тиянақты қажет ететін жұмыс. Қандай жағдайда жасамаған жөн? Және тағы ескеретін жай, кірпік ламинациялау менструация және де аяқ ауыр кезінде жасауға болмайды. Жасаған өзіне көздің бояулы. Бұл процесті бастау алдында кірпіктің таза екеніне көз жеткізу керек. Себебі егер кірпіктің бояулы немесе тушпен ешқашандай нәтиже бермейді, себебі бұл күндері адамның ағзасында түрлі өзгерістер жүріп отырады. Опасность при ламинировании ресниц. Окрашивание ресниц тушью, подкрашивание глаз. Перед ламинированием ресниц надо убедиться, что ресница чистая. Если краска останется, вполне возможно, что ресницы не забьются. И это вызовет аллергию на ингредиенты. Также
В этом процессе время тоже имеет большое значение, потому что время в этом процессе очень важно. Если состав, нанесенный на ресницы, превысит определенное время, ресницы могут обгореть, потому что эти составы состоят из химических веществ. В каком случае желательно делать? Следует отметить, что ламинирование ресниц нельзя делать во время менструации или беременности, так как во время менструации или беременности нарастает большое количество ресниц, которые мешают уже ламинированными ресницами. Даже если произойдет, то, возможно, это не даст никаких результатов. Ламинациялау деген не? Кірпікті ламинациялау ол кірпікке арнайы қосылыстар қолдану арқылы ұзарту немесе қалыңдату. Құрамында қоректік майлар, пайдалы минералды компоненттер, қышқылдар, белсенді дәрумендер элементтері бар. Бұл жоба көрсету, кірпіктерді қалыңдату, көлем мен ұзындықты беру, табиғи жолмен өсіру, көздерін тартымды қылу, сұлулық саласын дамыту, шеберлік сабақтар өткізіп, қызға да қыздарға осы саланың қыр-сырын үйрету. Ламинирование ресниц. Ламинирование ресниц – специальное удлинение и утолщение ресниц с использованием составов, содержащих питательных масел, полезных минералов, компонентов и даже кислот, а также активных витамин, которые имеют элементы. Обязанности ламинирования ресниц входят демонстрация красоты глаз, утолщение ресниц, придание объема ресниц, естественное развитие делает глаза более привлекательными, развитие индустрии красоты, а также вы можете проводить некоторые мастер-классы для других девушек и обучать их секретами этой сферы. Қазіргі таңда бұл саланың өзектілігі өте үлкен. Сұлулық адам өмірінде өте үлкен рөл атқарады. Статистикалық тұрғыда сұлулық өте сұранысқа ие салалардың бірі. Сұлулық саласын оқуға, жұмыс жасауға және жақсы жалақы алуға мүмкіндіктер өте көп. Көз сұлулық зердесі. Көз жүректің пернесі демекші, адамның сұлулығы жанарында байқауға болады. Жаны сұлу алудың тәні одан да сұлуырақ етуге мүмкіндік бар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар!